Баршаңызға сәлем. Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырыпта қанның қоюлану белгілерін айтатын боламын. Яғни мына белгілер қаныңыздың қою екендігін көрсетеді. Жалпы қанның қоюлануы қандай да бір қауіптің белгісі болып табылады. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Жалпы адам ағзасында 5 литр қан болады. Қанның қоюлану себебінен қан тамырлар тромбпен бітеліп, нәтижесінде инсульт пен инфаркт дамиды. Қаныңыздың қою екендігінің ең бірінші белгісі жиі бас ауруы. Яғни қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Қаныңыздың қою екендігін білдіретін келесі бір белгі бұл артериялық қан қысымының жиі көтерілуі. Яғни жүректің қоюланған қанды айдауы қиын болғандықтан жүрекке жүктеме түсіп, қан айналым бұзылып, артериялық қан қысымы көтеріледі. Қаныңыздың қою екендігін білдіретін келесі бір белгі бұл көру және есту қабілетінің нашарлауы. Яғни қан мен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Сонымен қатар құлақтың шуылдауы да жиі мазалайтын болады. Қанның қоюлануының ең басты себебі жеткілікті мөлшерде суды қабылдамау. Негізінде адам тәулігіне 1,5-2 литр су ішу қажет. Ағзада судың жеткіліксіздігі қанның қоюлануына алып келеді. Бұл өз кезегінде терінің құрғауына және ауыздың құрғауына себеп болады. Қаныңыздың қою екендігін білдіретін келесі бір белгі ұйқының қанбауы және тез шаршағыштық. Яғни қан қоюланғанда қан айналым айтарлықтай бәсеңдейді. Нәтижесінде миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды. Қаны қоюланған адамдардың тағы бір белгісі аяқ-қолдары жиі тоңып жүреді. Егер де сіз осы белгілерді өзіңізден байқасаңыз, міндетті түрде жалпы қан анализін тапсырыңыз. Себебі қанның қою немесе сұйық екенін көзбен қарап айту мүмкін емес. Оны анықтау үшін қан анализін тапсыру керек. Қан анализінен гематокрит көрсеткішін қараймыз. Жалпы қан анализінде гематокрит көрсеткіші әйелдерде нормада 36-46%, ерлерде 40-48%-ды құрайды. Егер гематокрит бұл көрсеткіштен жоғары болса, қаныңыздың қою екендігін білдіреді. Жалпы ішімдік ішу де, темекі шегу де қанның қоюлануына алып келеді. Ал жеткілікті мөлшерде суды қабылдап, салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулығыңызды күту өзіңіздің қолыңызда. Қоюланған қанды сұйылтудың бірнеше жолдарын өткен видеоларымда айтқан болатынмын. Соларды да қарап алыңыз. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.